Бәріңізге қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі қамыры өте қытырлақ болып шығатын чебуректердің рецептісімен бөлісетін боламын. Менің жаңа рецептілерімді көріп тұру үшін менің каналыма тіркеліп кетуге кеңес беремін. Ең алдымен чебурегімізге қамырын дайындап алатын боламыз. Ол үшін жарты стақан ыстық суымызға 1 шай қасық тұз және де біраз қасық сұйық майымызды құйып, араластырып, алдын ала електен өткізіп алған ұнымызға қосып, жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Илеп болған соң қамырымызды салафанға салып, бөлме температурасында 15 минут тындырып қоятын боламыз. Содан соң алдын ала суға пісіріп дайындап алған картошкамызды шанышқының көмегімен езіп аламыз. Езіп болған соң дәміне қарай тұзын, бұрышын және де менде мұздатқышта сақталған укроп, соны қосып араластырып алатын боламын. Келесі кезекте қамырымызды алып бірнеше бөліктерге бөліп, бір бөліктен ала отырып, қамырымызды жіп-жіңішке етіп оқтаудың көмегімен жайып алатын боламыз. Содан соң ішіне салмасын, яғни картошкасын салып, айналасын бір тегіс етіп, бір-біріне бастырып қамырымызды, содан соң узормен әдемі болып шығу үшін кесіп шығатын боламыз. Міне тағы да біреуін жасап көрсетіп жіберейін. Осылай жіп-жіңішке етіп жайып аламыз. Содан соң салмасын салып, тағы да айналасын бастырып, узормен әдемі етіп кесіп шығатын боламыз. Міне біз чебуректерімізді өте әдемі етіп жасап алдық. Содан соң қызып тұрған майды бір-бірлеп сала отырып қуырып алатын боламыз. Міне чебуректерде дайын болып қалды. Өте дәмді әрі қытырлап шықты. Сіздерге де дәл осы менің рецептіммен жасап көруге кеңес беремін.